Ертең қасиетті Арапа күні. Бұл күн дұғалар қабыл болып, күнәлар кешірілетін ерекше күндердің бірі. Осы мүмкіндікті құр жібермейік. Арапа күні жасалатын амалдар. Бір, шамаңыз жетсе, ораза ұстаңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын Арапа күнгі ораза өткен және келер жылдың күнәларына кешірім болатынын айтқан. Ал ораза ұстай алмасаңыз, ауызашар беріп, сауаптан құр қалмаңыз. 2. Дұға тілектеріңізді көбейтіңіз. Әсіресе сағат түскі 2-ден кешкі 7-ге дейін аралығында Алладан шын жүректен сұраңыз. Бұл уақыттарда бос өткізіп алмаңыздар. 3. Садақа беріңіздер. Шамаңыз келсе, құрбан шалуға ниет етіңіздер. Жақсылық жасаған әрбір ісіңіз еселеніп жазылатын күн. 44. Тәубе етіп, жүректі тазартайық. Ренжіткен жандардан кешірім сұрап, ешкімге реніш сақтамайық. 5. Зікір мен истиғфарды көбейтейік. Субханаллах, әлхамдулиллах, Аллаху акбар, астафируллах сөздерін жиі айтып жүрейік. Алла барша дұға тілектерімізді қабыл етсін.